саламатсыздар әріптестер. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы нөмір 82 бұйрығына өзгерістер енгізілген өзгерістер. Былтырғы оқу жылында 24 жылы сәуір айында енгізілген өзгерісте 72 бұйрық бойынша соның бірінші қосымшасы бойынша былтырғы оқу жылында мұғалімдер аттестатталған. Ал биылғы оқу жылында аттестатталатын мұғалімдер осы биылғы 25 жылғы ақпан айында 72 бұйрықтың екінші қосымшасы мен аттестаттау жүзеге асырылмақ. Осы бұйрықта педагог зерттеушілердің растайтын және педагог зерттеушілік санатынан өтетін, сонымен қатар кезектен тыс сарапшылыққа өткісі келетін педагогтарға және зерттеушілерге бұйрық бойынша міндеттеліп отырған өзінің авторлық әсірелемелерін 3 ауданға тарату керек деп міндеттеліп отырған қосымша тармақша бойынша бүгінгі күні қазіргі төмендегі педагогтар өздерінің авторлық бағдарламаларын ортаға салмақ. Әртүрлі білім беру мекемелері арасында ынтымақтастықты қалыптастыру, тәжірибе алмасу, ортақ жобаларды іске асыруды қолдау, мұғалімдердің кәсіп шеберлігін арттыру арқылы білім беру сапасын жақсарту. Білетін нәтижесі мұғалімдер жаңа әдістерді қолдану арқылы оқу саласын арттырады. Педагогикалық тәжірибелерді тарату барысында мұғалімдер өз шығармашылықтарын дамытады. Педагогикалық тәжірибелердің таратылуы нәтижесінде білім беру саласында тұрақты әрі тиімді өзгерістер орын алады. Мұғалімдер арасында кәсіби байланыстар орнап, болашақта бірлескен жұмыс жасау мүмкіндіктері ашылады. Бағдарламасы бойынша бүгінгі күні қазіргі уақытта Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 123 мектеп гимназиясынан 5 мұғалім өзінің авторлық бағдарламасын ортаға салатын 123 мектеп гимназияның физика пәнінің мұғалімі Алтынгүл Әлімжеқызы. Алтынгүл Әлімжеқызы, сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен бірге бағдарламаның талдау трансляциясына келіп отырғаныма өте қуаныштымын. Ұлтымыздың ұлық мерекесі әз наурызымыз құтты болсын. Менің тақырыбым бағдарламада жарық және оптика құпиялары деп аталады. Енді бағдарламамыздың негізгі мақсатына тікелей тоқталайық. Физикалық құбылысты түсініп, зерделеу дағдысын дамытады. Бағдарламаның міндеті жарық түрлерімен танысу, жарық қасиеттеріне сипаттама беру, жарық құбылыстарының заңдылықтарды анықтау, физикалық құбылыстар мен заңдылықтың өмірмен байланысын анықтау, оптиканың құпияларын ашуға бағыт-бағдар алу, оқушылардың дүние танымын кеңейту арқылы ізденімпаздылық қабілетін дамыту. Енді әрбір бағдарламаның өзінің өзектілігі бар ғой, құрметті әріптестер. Сол өзектілігіне тоқталайық. Жарық және оптика құпиялары курсының бағдарламасы оқушылардың ізденімпаздылық, шығармашылық қабілеттерінің нәтижесінде тапсырманы орындау арқылы физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды терең түсіне отырып, танымдық шеңберін кеңейтуге жол ашады. Болашақ мамандықтарын таңдауға ой салады және берілген тапсырмаларға зер сала отырып, өздері әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды құрастырып шығып, креативті ойлауды дамытады. Оқушылар білім мен білік дағдыларын тұрмыстық жағдайда қолдана алуға машықтанады. Құрметті әріптестер, біз әрдайым балаларымызды сабақ теориялық жағынан балаларды оқыта отырып, ең бастысы осы әрбір алып жатқан білімдерін тұрмыста, өмірде қолдана білуге біз үйрете білу керекпіз. Олай болатын болса, оқушылар осының нәтижесінде тың жобалар жасауға бейімделеді. Енді әрбір жұмыстың нәтижесі бар ғой. Сол нәтижеге тоқталайық. Жарық түрлерімен танысады. Жарық қасиеттеріне сипаттама береді. Жарық құбылыстарын заңдылықтарды анықтайды. Физикалық құбылыстар мен заңдылықтың өмірмен байланыстыра алады. Оптиканың құпияларын ашуға бағыт-бағдар алады. Оқушылар дүние танымын кеңейту арқылы ізденімпаздылық қабілетін дамытады.
оқушылардың танымдық шеңберін кеңейтуге жұмыс жасалынады. Бағдарлама негізі 6 бөлімнен тұрады. Осы сол 6 бөлімнің негізгі әрбір бөліміне тоқтала кетейік. Бірінші бөлімде кіріспе, жарық ұғымын сипаттайтын мақал-мәтелдер. Құрметті әріптестер, біз әрбір пән, мысалы, әрбір пәннің өзінің байланысы бар ғой, басқа пәндермен. Міне осы жерде біз әдебиет пәнімен байланысын жөн көріп отырмыз. Мақал-мәтелдер арқылы баланың тәлімін, тәрбиесіне, арғы жақ бөліміне терең біз ой салып отырмыз. Ол, мысалы, жай ғана қарапайым сөзбен айтқанда, мысалы, адалдықтың жолы жарық деген секілді мақал-мәтелдер арқылы тәліміне, тәрбиесіне жетік көңіл бөліп отырмыз. Ал енді бірінші бөлімнің өзі жаңа кіріспеден тұрып отыр. Екінші бөлім ол жарық, 6 сағаттан тұрады. Жарықтың қасиеттерін сипаттауға үлес қосқан ғалымдарға тоқталады. Енді әрбір ғалымдар, біздің шығыс ғалымдары бар, басқа да ұлттардың ғалымдары бар. Осы ғалымдар арқылы оқушыларымыз біздің әрбір ғалымның осы жарыққа қосқан қандай үлестері бар, сол үлестерімен жұмыс жасаймыз. Жарық түрлеріне 1 сағат қосылып отыр. Жарықтың қасиеттеріне 1 сағат, жарық жылдамдығы, жарықтың жерге түсу уақыты 1 сағат. Көлеңке 1 сағат, жарықтың адам өміріндегі маңызы. Міне осындай бізде екінші бөлімде осындай тақырыптармен қамтылады. Үшінші бөлім жарық құбылыстары, жалпы 7 сағат қамтылып отыр. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы, жарықтың шағылу заңдары, айна, жазық айна, жарықтың сыну заңы, жарықтың толық шағылуы. Төртінші бөлімде толқындық оптика. Бұл жерде 6 сағат, жарықтың электромагниттік табиғаты, жарықтың интерференциясы, жарықтың дифракциясы, жарық дисперсиясы, жарықтың поляризациясы. Бесінші бөлімде геометриялық оптика. Енді бұл геометриялық оптикада 6 сағат, линза, жұқа линзаның формуласы, линзалардан кескін алу, көздің көру қабілеті, ақаулық, оптикалық аспаптар. 6-шы бөлімде жалпы 8 сағат. Көзілдірік түрлері, көзілдірік жайлы құпиялар, лупаның сыры, медицинада қолданылатын оптикалық аспаптар, кино түсіру айнаның маңызы, әртүрлі жылдардағы фотоаппарат ерекшеліктері, ауыл шаруашылығындағы дүрбінің рөлі. Міне осындай біздің авторлық бағдарламамызда жарық және оптика құпиялары деп аталатын бұл бағдарламада осындай 6 бөлімнен тұрады. 6 бөлімнің негізгі тақырыптарымен сіздерді өздеріңізді таныстырып өттім. Құрметті әріптестер, бізде жаңағы осы айтылып отырған нәрселердің ойлаймын, бұл жерде физика пәнінің мұғалімдері отыр деп ойлаймын. Бұл бағдарламада әрбір баланың жаңағы жүрегіне, түкпіріне ой сала отырып, жарық деген сөздің мағынасы тірі ағзалар үшін, адам үшін өте үлкен рөлі бар. Мен енді көп сөйлей бермей, сөйлемнің соңын мынандай өлең жолымен аяқтағым келіп отыр жарыққа қатысты. Қолыңда жарық болса, қараңғылық қашады. Даналық көзіңді ашса, бақытсыздық қашады дейді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет.